болған адамды тек қана 25 айы айту керек. Өткенде екеуміз сапарлас болдық. Әбеңнің 100 жылдығына Аралға бардық, Әбдіжапар Нұрпейісовтің. Сонда мен Бигелдіні бұрын білмейдім, студент кезімізде бір жатақханада тұрдық. Бізден жоғары курста оқыды. Гамаюн деген бір литературный творческий кружок ашып жүретін. Соның басы қасында осы Бигелді жүретін, мен есімде. Орыс бөлімінің балалары. Біз өзіміздің Шералин бірлестігіміз бар, Әуезов бірлестігіміз бар, Сұлтанғали Садырбаевтың сол қасында жүреміз ғой біз. Әуезовтер жоқ, Зекеңдердің маңайында жүреміз. Ал Бигелділер сондай бір литературно-драматический кружок ашты. Гамаюн деп аталады. Соның басы қасында осы Бигелді болды. Орыс қыздар болды тағы да. Соны айтайын дегенім, сонда түсіндім мен. Сол Сапар деген адам бір-біріне танытады ғой. Бұрын көп араласпайтынбыз. Сонда мен Бигелдің өмірін, жаңағы ол кімдермен араласқанын байқап отырып, бұрын білмейді екен мен Бигелдің. Бір өзіме бір материк ашқандай болды, Америка материгін. Кереметтей адам, жан дүниесі бай. Сондықтан әбең өте жақсы көрді. Нұрпейісов деген қазақтың бір классигі ғой, Әуезовтен кейінгі. Бір ғана оқиға айтып берейін. Bir жаққа баратын болса, Бигелдісіз кетпейді екен. Лондонға баратын болса да, Мәскеуге баратын болса да, бір күні кетіп бара жатырмыз. Мамай Ахеттің естелігі, Мамай Ахет деген жігіт бар, облыстық әкімшілікте. Машинаны алып кел деп айтты дейді. Неден машина алып келдім дейді, қалалық әкімшіліктен. Қалалық әкімшілікте істейді, қазір советник болып. Сол машинаны алып, әбеңді алып, қасында алдыңғы орындықта Айгүл Аханбайқызы деген журналист қыз бар дейді. Шөміс шығып келе жатырмыз. Сол Смағұлды аламыз деп айтты дейді жолдан. Смағұлдан төртеуміз машинамен аэропортқа кеп қалдық дейді. Ташкентке ұшуымыз керек деп айтты дейді әбең. Тоқта деп айтты дейді, аэропортқа жақындап қалған кезде. Сол есік тоқтат дейді шофер. Қайт, Бигелдіні алуымыз керек, Самал жаққа жүр деп айтты. Ойбай, қайта айналып барамыз ғой. Одан да Бигелді таксимен келеді. Жүр, давай бұрыл, кері бұрыл. Қайтадан шығып кетіп, ана жер Бигелді тұр деп айтты дейді. Ал бұрыл, тез қайырыл деген кезде, валиді бұрылып кеп қалған кезде бізді келіп бір мәшіне соқ. Автобус соқты. Автобус. Содан ал соққан неде ештеңе жоқ. Бигелді түс деп айтты дейді. Бигелдіні алды, біз таксимен кете береміз дейді. Ана әкімшіліктің машинасы быт-шыт болып сол жерде біз қалған үшеуміз қала бердік дейді. Сонда әбеңнің бір көзілдірігі қалып қойыпты дейді. Әбең қайтыс болғанда мен қазақ әдебиетіне бердім сол көзілдірік деп. Сол көзілдірігі егер әбеңнің Әбдіжапар Нұрпейісовтің музейін ашып жатса, сол көзілдірікті мен тапсырамын, менің қолымда қалсын деп жатыр. Мен әлі оны неге айттым? Бигелдіні әбеңнің керемет жақсы көргендігін айтайын деп. Соның дәлелі ретінде. Қайда барса да өзінің қасында жүрді. Лондонға бірге барды, Еуропаға, Америкаға бірге барды. Қасында жүрді. 100-ге келіп қайтыс болды ақсақалымыз почти. Сондықтан 100 жылдығын тойлаған кезде мен Бигелдінің жаңа қырынан аштым. Сондықтан Биеке істерің еңбектілерің жемісті бола берсін. Өткенде Сенатқа кез келген адам шақырмайды. Сенаттың әлеуметтік мәдени комитеті бұл ісімен кездесу жасап. Міне журналистика факультеті де үлкен қоғамда пікір қалыптастыратын біздің блогерлер, қазіргі заманғы журналистеріміздің бәрі осында отыр, қазір осында аудиторияның ішінде. Сіздің әңгімеңіз, сізбен кездесу өте әсерлі болады деп ойлаймын. Қанат Әуесбайұлына рахмет деканға. Осындай азаматтарды таныстырып, қоғамның өмірі деген жан-жақты ғой. Соны осындай жігіттерді мына ана Сенат шақырып алып жатқан кезде журналистика факультетінде кездесу өткізе алмаймыз қазір. Жансейіт Қансейітұлына рахмет, сізге рахмет. Осындай кездесулер өте берсін. Бике, творчестволық табыстар тілеймін сізге. Рахмет.